Сәлем достар, сіздермен бірге денсаулық арнасы. Видеоны көрмес бұрын қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, каналға тіркеліп қолдап кетулеріңізді сұраймын. Үй жағдайында шектерді денсаулығыңызға зиян келтірмей, қалай тез және тиімді тазартуға болады? Жанама әсерлерді қалай болдырмауға болады? Алдын алудың қандай әдістері бар? Және клизмасыз қалай шектерді тазартуға болады? Бүгін осы сұрақтарға жауап айтамын. Ғылыми зерттеулердің нәтижелері бойынша, асқазан ішек ауруларының 50%-дан астамының көзі қождалған ішек болып табылады. Шлактар мен токсиндер патогендік микрофлораны қалыптастыратын және ағзаны уландыратын бактериялардың көбеюіне ықпал ететін жағдай жасайды. Мұның бәрі уақыт өте келе созылмалы түрге ауысатын аурулардың дамуына алып келеді. Майлы, зиянды тағам, аз қозғалатын өмір салты ішектің шлактар мен токсиндерге толуына әсерін тигізеді. Дененің осындай жағдайға түсуіне жол бермес үшін, үйде жасай алатын ішекті тазарту процедураларын жасау керек. Ішекті тазартудың бірқатар тиімді және қолжетімді балама әдістері ежелден бері қолданылып келеді. Ішекті тазарту химиялық заттарсыз және дәрігердің кеңесінен кейін ғана жүргізілуі керек. Ішекті тазартудың артықшылықтарына қарамастан, оларды қолдануға болмайтын шектеулерді де ескеру керек. Ішекті тазартуға қарсы көрсеткіштер жүктілік, етеккір уақыты, қынаптың пролапсы, ішек аурулары, 3-ші дәрежелі гипертония, бүйрек және жүрек жеткіліксіздігі, крон ауруының өткір кезеңі, жаралы колит, ауыр геморрой, дивертикулит аурулары. Ішектің денсаулығына назар аудару керек, себебі бұл орган организмдегі ең ластанған орын. Таза және сау ішек салауатты өмірдің негізі және кепілі болып табылады. Ондаған жылдар бойы ішекті тазарту халықтық әдістерді қолдану арқылы жүзеге асырылады. Олардың ішіндегі ең атақтысын қарастырайық. Кебек, орысша айтқанда отруби. Бұл талшыққа бай, қорытылмайтын, организмге сіңбейтін тағам. Кебек ішектен фекальды тастарды ығыстыруға және токсиндерді, ауыр металдарды, улы заттарды кетіруге арналған тамаша құрал. Табиғи өнім ағзаға зиян келтірмейді, микрофлораның күйін және қоректік заттардың сіңу сапасын жақсартады. Кебек барлық адамдар үшін қолжетімді. Оны азық-түлік дүкендерінен және дәріханалардан таба аласыз. 2 ас қасық кебекті күніне 3 рет тамақтанудан жарты сағат бұрын қолдану керек. Толыққанды ішекті тазарту курсы 1 айға есептелген. Қайталап тазарту 12 айдан кейін ұсынылады. Күнделікті рационға жаңа піскен көкөністер қосылса, тазарту процесін жылдамдатып, оны тиімді ете аласыз. Талшыққа бай шикі көкөністер ас қорыту жолдарының табиғи тазаруын ынталандырады. Ішектерді тазартудың ең жақсы көмекшілері қызылша, ақ және қызыл қырыққабаттың барлық түрлері, сәбіз, болгар бұрышы, қияр, балдыркөк. Ең бастысы көкөністердің құнды қасиеттерін жоймаңыз. Салаттар дәмді шешім болып табылады. Көкөністерді үгітуге, ұсақтауға болады. Оларға дәміне қарай күнбағыс немесе зәйтүн майын қосуға болады. Алма, көкөністер сияқты алма да талшыққа бай. Тәтті және қышқыл алма сорттарының құрамында асқазан ішек жолында жиналатын токсиндер мен токсиндерді ерітетін жеміс қышқылы бар. Ішекті алма арқылы тазарту 1 күн ішінде жүзеге асырылады. Бұл күні сізге 2 килограмм алма жеп, көп су ішу керек болады. Бұл күні тамақтың орнына тек алма жеу керек болады. Ежелгі дәуірден бастап, шөптер медицинада, соның ішінде ішектерді және бүкіл денені тазарту мақсатында қолданылған. Шөптер қанға түсетін токсиндер мен уларды бейтараптандырады. Дәріханаларда ішек тазартуға арналған әртүрлі шөптер сатылады. Ішекті жаңа сығылған шырындармен тазарту тиімді және жағымды әдіс болып табылады. Ол үшін балғын қышқыл жемістер қолданылады. Мысалы, цитрус жемістері, қышқыл алма, қара өрік, шие өрігі және басқалары. Олар токсиндер мен нәжісті ерітетін жеміс қышқылының көп мөлшерін қамтиды. Содан кейін олар денеден табиғи түрде шығарылады. Әсерді күшейтуге шырындарды кебекпен толықтыру арқылы қол жеткізуге болады. Балғын шырындармен тазарту процесі өте қарапайым. 1 күн ішінде тек табиғи шырын тұтынылады. 5. Ішекті дәрі-дәрмектермен тазарту. Ішекті тазартуда халықтық әдістерден басқа дәрі-дәрмектер көмектеседі. Оның ішіндегі ең танымал әрі барлығына қолжетімді
Кастор майы. Жүздеген жылдар бойы кастор майы көптеген ұрпақтар үшін іш қатуды және емдеуді, ішекті тазарту үшін қолданылған. Ол ас қорыту жолында тіршілік ететін бактерияларды, вирустарды, саңырауқұлақтарды және ашытқыларды жояды. Егер ішекте қабыну процесі басталса, кастор майы көмекке келеді. Бұл жүйелі босату процестерін қалыпқа келтіреді және кейбір асқазан ішек жолдары проблемаларын жояды. Кастор майы жұмсақ әсер етеді, сондықтан ол 4 жастан асқан балаларға да жарамды. Магний сульфаты. Магний сульфаты танымал ішек тазартқыш. Негізгі қасиеті организмнен токсиндерді шығарады, іш қатуды жояды, асқазан ішек жолдарын тазартады, жалпы ас қорыту процесін жақсартады. Магний сульфаты күшті іш жүргізетін әсерге ие, сондықтан оны қолданғанда үйден кетуді жоспарламау керек. Ішектерді тазарту үшін препаратты таңертең 200 мл суға 2-4 шай қасық магний сульфатының порциясында қабылдау керек. Белсендірілген көмір. Белсендірілген көмір арзан және тиімді болып табылады. Препарат әртүрлі тамақтан уланудың салдарын жою үшін тағайындалады. Ол улы заттарды сіңіріп, оларды табиғи жолмен организмнен шығарады. Белсенді көмірмен ағзаны тазарту жолы өте қарапайым. Таңертең, түскі және кешкі уақытта ішу керек. Курс 3 күннен 7 күнге дейін созылады. Дозаны дұрыс анықтау үшін дене салмағы ескеріледі. 10 кг салмаққа 1 таблетка. Белсенді көмір ішектерді жанама әсерлерсіз жұмсақ тазартады. Құрметті достар, егер де сіздерге видео пайдалы болса, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, өз пікірлеріңізбен бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Алда әртүрлі пайдалы ақпараттар мен қызықты деректер ұсынатын боламын.